Сәлем достар, біз бүгін Астана телеарнасында көрсетіліп жатқан үміт үйі телехикаясы туралы сөз қозғаймыз. Сондықтан лайктарыңызды сайлап, пікірлеріңізді дайындап қойыңыздар. Сериал Бэмби, Маби, Зейнеп және Мози есімді 4 қыздың төңірегінде өрбейді. Олар жас болса да талай қайғы мен азапты көрген. Отбасыдағы зорлық-зомбылық, жек көрініш кішкентай қыздарды балалар үйіне апарады. Басты кейіпкерлер балалар үйіне түскенде ажырамас апалы сіңілі болады. Олар тек сүйіспеншілік пен қамқорлықты қалайды және басынан өткерген қиындықтарға қарамастан күндердің бір күнінде оларды анасы жаңа отбасыға алып кетеді деген үмітін үзбейді. Олардың айналадағы адамдарға жек көрінішін басатын тағы бір кейіпкер бар. Ол өмірін балаларға арнаған мейірбан Махир Бөстепе. Әр баланың рухани жарасын емдеп, жылулық береді, әкесіндей қамқор болады. Сонымен қатар әр баланың қамын ойлап шырылдап жүретін балалардың құқығын қорғау комитетінің өкілі Айшегүлдің де ерекше махаббаты көрерменнің жүрегінен орын алары сөзсіз. Сериал шым-шытырық оқиғаға құралған, көрермен көрген сайын ынтығып келесі бөлімдерін асыға күтеді. Сериал 2020 жылы түсірілген. Түркияда әр бөлімнің көрсетілу уақыты 120 минут, жалпы саны 11 бөлімнен, бір маусымнан тұрады. Түсірілімге Ердал Бесікчеғолы, Буржу Өзберік, Беренгу Гилдыз, Селен Өстірік, Деринсу Аккус, Батухан Геленер сынды актерлар қатысқан. Достар, үміт үйі сериалы ұнап жатыр ма? Олай болса осы видеоға лайк басып, пікір жазып кетіңіздер.